Тілі бірдің тілегі бір. Қазақтың осы мақалын ту еткен түріктің КТФ қоғамдық қоры 5 жылдан бері оқушылар арасында қазақ тілі олимпиадасын ұйымдастырып келеді. Мақсат мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру. Әрине, жарқын болашақ деген атауға ие болған 2 күндік олимпиада бүгін түйінделді. Еліміздің білім және ғылым министрлігінің қолдауымен өткен байқауда өзге ұлт өкілдері қазақшаға қалай екендіктерін байқатты. Алексейдің нағыз қазақ болуға талпынғанына 7 жылдың жүзі болыпты. Керекулі көрен домбыра үйірмесіне алғаш 6 жаста барған екен. Сонан бері орыс баласының адал досы да, сырласы да осы қазақтың ұлттық аспабы. Домбыраның үнін оңай күйті айтқанда мен демалам. Алексей күйші болам десе, Махинур әнші болуды армандайды. Өзбек қызы жылама қазақ әнін жылап айтқанда, залдағыларда көз жастарын жасыра алмады. Талай нәубетті бастан кешкен қазақ халқының тағдыры оқушылар шырқаған ән, төккен күймен мәнерлеп оқылған өлеңге арқау болды. Аудандық, облыстық олимпиадаларда үздік деп танылған 160 өрен республикалық байқауда шығарма жазып ғылыми жобаларында қорғады. Оқушылардың өскендігі шығармашылық жағынан, сосын қазіргі мына саяси жағдайға еркін түрде баға бере алатындығы бізді қуандырды. Өте жақсы шығармалар түсті. Тілші, әдебиетшілер, әнші бұлбұлдар, жас ғалымдар, сөз шеберлері мен жазушылар номинациялар бойынша 100-ден жүйрік шыққандарды бүгін Фариза Оңғарсынова бастаған зиялы қауым өкілдері марапаттады. Алексей 2-ші орынды қанағат тұтты. Ал 1-ші орын демденген Махинур сынды 11-ші сыныптың 16 оқушысына Сүлеймен Демирел университетінің гранты тапсырылды. Мемлекеттік тілдің мерейін үстем етуді көздеген жастар болашаққа қадамдарын осындай жетістіктен бастады. Нұрсұлу Қасым, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.